Сәлем достар, менің каналыма, менің жаңа сабағыма қош келдіңіздер. Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал и добро пожаловать на мое новое видео. Сегодняшняя наша тема – приветствие. Сәлемдесу. Қазақ тілінде сәлемдесуді үйренеміз. Сәлеметсіз бе? Амансыз ба? Здравствуйте. Сәлеметсіз бе? Амансыз ба? Привет будет сәлем. Сәлем. Ассалауму алейкум. Уағалейкум ассалам. Здравствуйте. Өте жақсы. Келесі. Доброе утро. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Добрый день. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Добрый вечер будет қайырлы кеш. Еще есть второй вариант. Кеш жарық. Қайырлы кеш. Кеш жарық. Спокойной ночи будет қайырлы түн. Өте жақсы. Сұрақ қойып және жауап беріп үйренейік. Давайте научимся задавать вопросы и отвечать на них. Как твои дела? Как? Қалай? Твои дела? Халің. Халің қалай? Как твои дела? Вежливая форма «как ваши дела» будет халіңіз қалай? Халіңіз қалай? Как ваши дела? Халіңіз жақсы ма? Халіңіз жақсы ма? Как дела? Қалайсың? Как дела будет қалайсың? Как твое здоровье? Здоровье – денсаулық. А как твое здоровье будет денсаулығың қалай? Денсаулығың қалай? Сыпайы түрде вежливая форма «как ваше здоровье». Денсаулығыңыз қалай? Денсаулығыңыз қалай? Денсаулығыңыз жақсы ма? Денсаулығыңыз дұрыс па? Настроение – көңіл күй. Как твое настроение будет көңіл күйің қалай? Көңіл күйің қалай? Как ваше настроение будет көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күйіңіз қалай? Давайте теперь ответим на эти вопросы. Жақсы. Хорошо. Халің қалай? Жақсы. Очень хорошо. Өте жақсы. Прекрасно. Тамаша. Нормально. Ойдағыдай. Без изменений. Как всегда. Бір қалыпты. Бір қалыпты. Слава Богу. Құдайға шүкір. Құдайға шүкір. Неплохо. Жаман емес. Жаман емес. А плохо будет жаман. Жаман. Неважно будет онша емес. Онша емес. А плохо будет нашар. Өте жақсы. Теперь внимательно послушайте диалог. Сұхбатты мұқият тыңдаңыз. Сәлем, Артур. Сәлем, Айша. Халің қалай? Халің қалай? Жақсы. Рахмет. Өзің қалайсың? Құдайға шүкір, жаман емес. Денсаулығың қалай? Ойдағыдай. Сәлем, Артур. Значит, привет, Артур. Сәлем, Айша. Привет, Айша. Халің қалай? Как дела? Жақсы, рахмет. Хорошо, спасибо. Сам как, немесе сама как. Өзің қалайсың? Құдайға шүкір, слава Богу, жаман емес. Неплохо. Денсаулығың қалай? Будет как
твое здоровье. Ойдағыдай нормально. Өте жақсы. Енді бүгінгі сабақтың грамматикасы. Грамматика сегодняшнего урока. Жіктеу есімдіктері. Личные местоимения. Я, ты, вы, он, она. Я будет мен, ты сен, вы сіз, он или она ол, я? Множественное число. Мы біз, вы сендер, вы вежливая форма, да, сіздер, они, олар. Идем дальше. Мысалы, қараңыздар. Мен, я. Мен, сен, сіз, ол. Здесь можете увидеть окончание. Мысалы, я студент. Я студент будет мен студентпін. Мен студентпін. Сен студентсің. Сіз студентсіз, а ол студент. Без окончания. Біз студентпіз. Сендер студентсіңдер. Сіздер студентсіздер, а олар студент. Тоже здесь без окончания. Теперь смотрите. Спряжение существительного, спряжение глагола, спряжение прилагательного, спряжение числительного. Первое слово жас, молодой. Жас, молодой. Я молодой или я молодая будет мен жаспын. Ты молодой. Сен жассың. Вы молодая. Сіз жассыз. Он молодой будет ол жас. Теперь множественное число. Добавляем к нему множественное окончание. Жас молодой. Біз жаспыз. Сендер жассыңдар. Сіздер жассыздар. Олар жас. Келесі сөз, следующее слово, отыру. Отыру, сидеть. Спряжение глагола. Например, как будет я сижу? Өте дұрыс. Мен отырмын. Ты сидишь. Сен отырсың. Вы сидите. Сіз отырсыз. Он или она сидит. Будет ол отыр. Мы сидим. Будет біз отырмыз. Вы сидите. Сендер отырсыңдар. Вежливая форма. Сіздер отырсыздар. Они сидят. Будет олар отыр. Өте жақсы. Үшінші сөз. Третье слово. Сұлу. Красивый. Красивый, красивая. Сұлу. Как будет я красивая? Я красивый. Будет мен сұлумын. Ты красивый, ты красивая будет сен сұлусың. Вы красивый, вы красивая будет сіз сұлусыз. А он или она красивый, красивая будет ол сұлу. Көпше түрі. Біз сұлумыз. Мы красивые. Сендер сұлусыңдар. Вы красивые. Сендер сұлусыңдар. Сіздер сұлусыздар. Они красивые будет олар сұлу. Теперь спряжение числительного. Первый. Бірінші. Екінші. Үшінші. Порядковые числительные, да? Числители. Мен біріншімін.
Я первый, я первая. Мен біріншімін. Сен біріншісің. Сіз біріншісіз. Вы первый. Ол бірінші. Он первый. Или она первая будет ол бірінші. Біз біріншіміз. Мы первые. Сендер біріншісіңдер. Сіздер біріншісіздер. Вы первые. Олар бірінші. Олар бірінші. Они первые. Өте жақсы, достар. Келесі. Тапсырманы орындаңыздар. Выполните задание. Тиісті жалғауды жалғаңыздар. Поставьте нужное окончание. Как будет «я студент»? Я студент. Здесь мы добавляем окончание «пен». Да? Мен студентпін. Тиісті жалғауды жалғаңыздар. Второй вопрос. Туысқан, родственник. А как будет «мы родственники»? Мы біз, туысқан, біз. Өте жақсы. Біз туысқанбыз. Үшінші. Көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойыңыздар. Поставьте здесь или говорите вслух. Нужное слово здесь. Мен, сендер, сіздер, ол. Өте жақсы. Ол дизайнер. Ол дизайнер. Ал егер мен болатын болса, как будет «я дизайнер»? Мен дизайнер. Мін. Добавляем окончание мін. Сендер. А как будет «вы дизайнеры»? Сендер дизайнер сіңдер. Сіздер дизайнер сіздер. Ол дизайнер. Өте жақсы. Достар, сонымен бүгінгі сабақ аяқталды. Всем спасибо. Вы молодцы. Всем пока-пока.